Сынарма балалар, қазақ тілі сабағымызды бастаймыз. 66-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. Сөз таптарымен танысып өтейік. Қазақ тілінде 9 сөз таптары бар. Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, үстеу, еліктеу сөздер, шылау, одағай. Олар сөз таптарының сұрақтарымен танысып өтейік. Зат есім кім, кімдер, нелер деген сұраққа жауап береді. Сын есім қандай, қай. Сан есім неше, қанша, нешінші, нешеу. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Есімдік мағынасына қарай 7 түрге бөлінеді. Және олардың сұрақтары төмендегідей жіктеледі. Кім, кімдер, нелер. Яғни зат есім сілтеу, қай, қайсы. Сұрау, кім, не, неше, қай, қандай, қанша, қалай, қашан. Өздік сұрақтары кім, белгісіздік. Кім, не, қанша, қашан, қалай, қай. Жалпылау кім, кімдер, не, несі, қанша, қандай. Болымсыздық кім, не, қайда, қашан, қайсы есімдіктері бола алады. Үстеу мағынасына қарай 7 түрге бөлінеді. Және олардың әрқайсысы мынадай сұрақтарға жауап береді. Мекен үстеу, қайда, қалай, қарай, қайдан. Мезгіл үстеу, қашан, қашаннан бері. Себеп салдар үстеуі, неге, не себепті, неліктен деген сұрақтарға жауап береді. Қимыл сын үстеуі, қалай, қайтып, қалайша. Мөлшер үстеуі, қанша, қаншама, қаншалық, қаншалап. Күшейткіш үстеу, қалай, қандай деген сұраққа жауап береді. Мақсат үстеу, қалай, не мақсатпен деген үстеулер сұрақтарға жауап береді. Шылау, шылау сөйлем ішінде сөйлем мүшесі болмайтындықтан және оның толық лексикалық мағынасы жоқтығынан белгілі бір сұрақтарға жауап бермейді. Еліктеу сөздер қалай, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Одағай сөздер де сөйлем мүшесі бола алмайтындықтан сұрақтарға жауап бермейді. 6-шы жаттығуда мәтін берілген. Мәтінді оқып, өзіңе түсініксіз сөздерді белгіле. Және де астында кестелер бар. Сол кестедегі сөздердің мағынасын анықтаңдар. Сөздерді сөз топтарына ажыратып. Сөздер қапырық, нөсерлету, сейілу, көкжиек, ғаламат, жолақ. Енді менің білуімше ыстық күн, тез жауып тоқтайтын жаңбыр, сейілу деген ыдырау, көкжиек көз жеткен жерге дейін қарау, ғаламат деген ғажап, жолақ деген сызық дегенді білдіреді. Сөздіктен анықтағаным қапырық деген бұл жаздың қатты ыстық күн райы. Нөсерлету деген қатты жауатын өткінші жаңбыр. Сейілу деген жаңбыр басылған соң бұлттың таралуы. Көкжиек деген аспан мен жер бетінің аспанға көрінетін сызығы. Ғаламат деген ғажайып құбылыс. Жолақ деген сызық бойы. Енді сөздер қай сөз табына жатады? Мысалы, қапырық деген сын есім, нөсерлету етістік, сейілу етістік. Көкжиек зат есім, ғаламат зат есім, жолақ зат есім. Енді 7-ші жаттығуға қараймыз балалар. 7-ші жаттығуда жұмбақты жатқа жазып, шешуін тап дейді. 7-ші жаттығуды дәптерімізге көркем етіп көшіріп жазамыз. Жарқылдаған соң жаңағы, суға бөкті баралап. Көкте түрлі жолақты, өрнек тұрды ғаламат. Түсініксіз сөздердің мағынасын анықта дейді. Бұл жерде түсініксіз сөздер алап, бөк. Яғни алап деген аймақ, өлке дегенді білдіреді екен. Бөк деген бұл суға бату, немесе суға қану деген мағынаны береді. Бұл жерде жұмбақтың жауабы жарқылдан соң жаңағы, суға бөкті баралап. Көкте түрлі жолақты, өрнек құрды ғаламат. Түрлі жолақты білеміз балалар, яғни жұмбақтың жауабы кемпір қосақ.
8-ші жаттығуға қараймыз. 6-ші және 7-ші жаттығуларда берілген мәтіндерді салыстырып, ұқсастығы мен айырмашылықтарын анықта. Яғни бізде 6-ші, 7-ші жаттығуда кемпір-қосақ жайлы айтылды. Бұл мәтіндердің ұқсастығы, екеуі де кемпір-қосақ туралы айтылған. Айырмашылығы 6-ші жаттығу бұл мәтін түрі де қара сөзбен берілген, ал 7-ші жаттығуда өлең түрінде жұмбақ болып берілген. 9-ші жаттығуға қараймыз. Жұмбақтар жинағы кітаптарынан төменде берілген сөздердің бірі туралы жұмбақ тауып жаз дейді. Сүңгі, жаңғырық, тұман, бұршақ сөздері берілген. Енді біз бұршақ сөзіне жұмбақ жазып көрейік. Таудан топ түсті, аяқ қолы жоқ түсті. Жауабы бұршақ. 10-ші жаттығуға қараймыз. Тірек сызбаны пайдаланып сөз таптары қалай аталатыны және олардың сұрақтарына назар аудар дейді. Сұрақтарына қарап, сол сөз табының қандай мағына білдіретінін айтуға бола ма? Болса, әр сөз табының ережесін шығарып көр дейді. Енді осы жаңа біз айтып өткендей 9 сөз табы бар дедік. Солардың ережесін шығарып көрейік. Зат есім, заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімнің сұрақтары кім не, кімдер нелер деген сұрақтарға жауап береді. Сан есім заттың санын, ретін білдіретін сөздерді сан есім дейміз. Сан есімдерге қанша, неше, нешінші деген сұрақтар қойылады. Сын есім заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім дейміз. Сын есімге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Етістік дегеніміз балалар заттардың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Сұрақтары не істеді, не қылды, қайтты. Есімдік заттың атын, сынын, санын, олардың аттарын білдірмейтін, бірақ солардың зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы. Сұрақтары кім не, қанша, кімдер, қай деген сұрақтарға жауап береді. Үстеу бұл заттың әр қимылы мен ісінің, етістіктің әр түрлі сындық, бейнелік, мезгілдік, шарттық, мөлшерлік күй жайлары мен сынның белгісін білдіретін сөз табы. Сұрақтары қашан, қайда, қанша, қалай. Шылау сөйлем ішінде сөйлем мүшесі болмайтындықтан және толық лексикалық мағынасы жоқтығынан белгілі бір сұрақтарға жауап бермейді. Еліктеу сөздер қалай, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Одағай сөздер де сөйлем мүшесі бола алмайтындықтан сұрақтарға жауап бермейді. Міне балалар, осылай біз сөз таптарына байланысты ережелерді құрастырдық. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.